Қазақстан ядролық полигонды жапқан, ядросыз аймақ құрған тарихи тұңғыш ел. Қазақ елі адамзат тарихында бұрын соңды болмаған қадамға барып, атом қаруынан өз еркімен бас тартты. Нұрсұлтан Назарбаев. Еліміздің тарихындағы ең қайғылы парақтардың бірі Семей ядролық сынақ полигонының өмірге келуі. Алғашқы атомдық жарылыс дауысы 1949 жылы тамыздың 29-ы таңғы сағат 7-де естілді. Семей ядролық полигоны ауданында 450-ден астам жер үсті және жер асты ядролық сынақтарының өткізілуі нәтижесінде атмосфераға, гидросфераға және литосфераға өте үлкен мөлшерде радиоактивті материалдар шығарылды. Семей полигонына жақын нақ сол аудандарда жетілуінде әртүрлі ауытқулар, тәндік және естік кемшіліктері бар сәбилер дүниеге көп келеді. Семей полигонында өткізілген барлық сынақтар қатаң құпияда өткізілген болатын. Семей облысының 200 мыңнан астам тұрғынының жарылыс туралы хабары болмады. Ядролық сынақтардың салдарынан барлығы 1,3 миллион адам зардап шеккен. 1989 жылы қоғам қайраткері Олжас Сүлейменов бүкіл әлем бойынша ядролық сынақтардың құрбандарын біріктірген Невада Семей антиядролық қозғалысын құрды. Қозғалыс әлемдік резонансқа ие болды. Ал 1989 жылы Семей полигонындағы ядролық сынақтар толығымен тоқтады. Полигонда алғашқы жарылыс болғаннан 42 жылдан соң 29 тамызда Қазақстан президентінің жарлығымен полигон жабылды.